Сәлем достар, мен Бекзат, менің арнама қош келдіңдер. Және достар, менің арнамда 1К, яғни 1000 подписчик, барлықтарына рахмет. Мен 1000 подписчик жинаймын деп ешқашан ойламадым. Және 2018 жыл басталғаннан бері менің каналыма көп адам тіркеле бастады. Және 1000 подписчик үшін барлық 1000 подписчик мен үшін ол өте көп сан. Біреулерге кішкентай сан болуы мүмкін, бірақ мен үшін 1000 подписчик ол өте көп. Барлығына рахмет 1000 подписчик үшін. Ал бүгінгі біздің видеомыз Musical.ly туториал, яғни әртүрлі переходтар қалай мюзикл түсіруге болады, сол жайлы сендерге айтып кетемін. Ал біз не істейміз, видеоны бастаймыз. Бізге видео түсіру керек ең басты зат ол PopSocket, яғни PopSocket ол осындай барлық мюзерлерде болады. Өстіп видео түсіру ыңғайлы болу үшін сақиннан сатып алсаңыз болады. Солай өзіңізге удобно болады. Алғашқы переходтың аты ол Blur Effect деп аталады. Яғни біз телефонда ұстап тұрамыз да, біз 2x-ті басамыз да, ең алдымен тұрамыз, сосын жаңа сөзді айта береміз. Ал алдымен бүйтейік. Blur Effect жасау үшін бүйтеміз да, сосын қолымызды сулап алам. Қолыңызды сумен немесе ерінге жағатын бальзам соны алып мына жерге бүйтіп жағып қойсаңыз болады. Ал менің ол видео жоқ болғандықтан біз суды пайдаланамыз. Суды аламыз да бүйтіп. Сонда бізде мынандай клип шықты. Ал достар, келесі переход, екінші переход бізде киімді ауыстыру, яғни бүйтіп киімді ауыстырып жібереміз. Оған біз сол 2x-ті қоямыз. Алдымен камераны ұстаймыз да, бүйтіп киімімізді тартамыз. Сосын өстіп киімімізді ауыстырып аламыз. Сосын киімді бүйтіп қоямыз, қайтып бүйтіп қоямыз да, сосын бүйтіп тартып аламыз. Сонда бізде осындай клип шығады. Ал біздің келесі жасайтын переходымыз ол жоғалып кететін зат. Ол үшін біз өзіңіздің қолыңызға керек емес затты аласыз да, бүйтіп ұстайсыз. Алдымен дұрыстап камерада көрінбеу керек. Жерге қоямыз да, бүйтіп жоғалып кеткен сияқты бүйтіп қолымызды қолақ қыламыз. Бұны сіздер өздеріңіз плавно, күшті қылып, жайрақ істейсіз, ал мен бұны тез істегендіктен камерада жаман болып тұр. Ал келесі переходқа кет. Ал келесі переходтың аты ол starter, яғни кептеліс дейді, яғни оны бүйтіп бір орында бүйтіп қайталанып қала беретін. Оған біз өлең тыңдаймыз. Жайрап өстіп істеймін. Сол мына тұрған кнопканы басып тоқтата бересіз. Жоғарыдан бүйтсеңіз де болады. Жоғарыға көтеріп, астынан жоғарыға сөйтіп. Осындай жақсы клип шығады. Енді сіздер осы видеодан деп ойдам. Сақтауға тұрған белгісін басып, менің каналыма жазып кетіңдер. Және астынан ең сендерге ұнаған переходты жазыңдар. Егер де 100 лайк жиналатын болса, бізде екінші бөлім шығады. Екінші бөлімде мен өте көп қызықты переходтар жасаймын, сондықтан тезірек лайк басып.